Сәлеметсіздер ме? Мен Мәділова Еркеш Амангелді қызы, Павлодар ауданы, Розовка жалпы орта білім беру мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. Санатым бірінші. Қазақстан Республикасы педагогика қызметкерлерінің біліктіліктерін арттырудың 3-ші деңгейлі бағдарламасы аясында 2016 жылы 3-ші деңгейді аяқтап, қыркүйек айынан бастап, осы курс бойынша алған білімімді өз іс-тәжірибеме енгізудемін. 7 модуль идеясы негізінде осы бағдарламаның оқыту мен тәрбие беруде өте маңызы зор. Өйткені өз іс-тәжірибеме қарасам, осы курстан өткенге дейін тақта алдында жаппай оқушыларға түсіндіру болса, қазір осы 7 модуль аясында әртүрлі әдістерді қолдану барысында өзге тілді оқушыларға тілді түрлі іс-әрекетті қолдану нәтижесіне көзім жетті. Әсіресе оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер идеясы. Мұнда оқушылар пікір алмасады, ой бөліседі, талқылайды, үйренгендерін жұмыстарына сыни көзбен қарайды. Белгілі ғалым Ахмет Байтұрсынұлы шеберліктің белгісі әртүрлі әдісті біліп, сабақта орынды қолдана білу деген. Белгілі бір сабақтың әрбір кезеңінде әртүрлі әдіс қолдана отырып, үлкен нәтижеге жетуге болады. Осы оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер идеясы аясында шаңырақ әдісін көрсетпекпін. Сәлеметсіңдер ме? Сәлеметсізге! Отырыңдар, рахмет. Ал балалар, бүгін біз енді жаңа сабағымызды бастамастан бұрын бір-бірімізге жақсы тілектерімізді білдірейік. Көңіл күйімізді көрейік. Ортаға шығып, шеңбер құрайық. Алдарында жатқан гүлдерден таңдаңдар. Ала ғой, келin. Гүлдерден ала ғой, гүлдерден. Келіңдер, нәжер, шеңбер құрайық. Тұрау, келin. Кет, тұрау. Жақсы, кішкене. Енді, ал, давай, қайта Жақсы күлдіреймін. Жақсы баға тілеймін. Жақсы күн және жақсы баға тілеймін. Үлкен әдемілік тілеймін. Жақсылық тілеймін. Әдемілік тілеймін. Жақсы баға тілеймін. Денсаулық және бақыт тілеймін. Рахмет. Әдемілік тілеймін. Рахмет. Жақсы. Сендерге де балалар бүгінгі сабақтың сәтті өтуін тілеймін, және де осы гүлдердей жайнап гүлдеп өсе беріңдер. Рахмет. Енді орындарыңызға отыра алыңыздар. Өткен тақырыбымыз қандай тақырып болды? Бірінші мамыр мерекесі болды. Жақсы, бірінші мамыр мерекесі болған екен. Біз осы тақырыпта сөйлестік, әртүрлі тапсырмалар жұмыстарын өткіздік. Енді соны қайталау мақсатында біз шаңырақ әдісін қолданамыз. Келіңдер ортаға. Кеңірек, жақсы. Ала қойыңдар. Қай сұрақты аласыңдар, өздерің білесіңдер, тағы бір сұрақ артықтау екен. Кім бастайды жауапты? Кім бастайды? Вероника айта ғой. Тыңдаймыз. Сен қайда тұрасың? Мен Қазақстанда тұрамын. Жақсы. Ксения. Бірінші мамыр қандай мереке? Бірінші мамыр халықтар бірлігі күн. Күніге. Жақсы. Алина. Сенің досың кім? Мен досым Ксюша, Ксения, Вероника, Хадиджа. Жақсы, рахмет. Хадиджа. Қазақстан қандай ұлттар тұрады? Қазақстанда немістер, орыстар, қазақтар және басқалар ұлттар тұрады. Басқа ұлттар тұрады. Кирилл. 9 мамыр қандай мереке? 9 мамыр жеңіс күні. Жақсы. Алеша айта ғой.
мерекелерді ата. Бірінші желтоқсан президент күні. Жақсы. Так, Давид айта ғой. Насылды құттықта. Иә. Леша жақсы баға тілеймін. Жақсы. Кім Кирилл? Сенің ұлтың кім? Менің ұлтым орыс. Балалар жақсы жауап бердіңдер. Енді осы тақырыпты біз қорытындыласақ. Ортамызда тұрған Тимофей қорытындылай ғой. Біз не туралы айттық? Қандай тақырыпта сөйлестік? Айта. Қазақстанды мерекесі. Бірінші мамыр Қазақстан халықтар бірлігі күні. 9 мамыр жеңіс күні. 24 Наурыз. 22 Наурыз. 22 Наурыз. Наурыз мейрамы. Бірінші желтоқсан президент күні. Жақсы, онда рахмет. Енді осы қолдарында ұстап тұрған ленталардың түстеріне қарап алыңдар. Қызыл түстер мына топқа келіп отырады, көк түстегілер ана топқа барып отырады. Отыра қойыңдар. Рахмет. Осы өткізілген сабақ барысында алдымен оқушылар шаттық шеңбері арқылы бір-біріне жылы лебіздерін білдірді. Одан кейін өткізілген шаңырақ әдісі арқылы өткен тақырып 1 мамыр мерекесі бойынша сұрақтарға жауап берді. Шаңырақ әдісінің тиімділігі алдымен үй тапсырмасын тексеруде, немесе өткен тақырыпты қайталауда, өткен тақырыптарды, материалдарды қорытындылауда сабақ соңында өткізуге болады. Мен осы ленталарға жазылған сұрақтарды бере отыра оқушылардың өткен тақырып бойынша алған білімдерін тексердім. Осы алған білімдерін тексеріп болғаннан кейін шаңырақ ортасында тұрған оқушы барлық сұрақтар бойынша қорытындылады. Одан кейін осы лента сұрақтарында белгіленген түстер бойынша оқушылар топқа бөлінді. Осы шаңырақ әдісі арқылы екі нәрсені орындадым. Бірінші, үй тапсырмасын тексердім өткен тақырып бойынша. Екінші, топқа бөлдім. Назарларыңызға рахмет.